Бүгін біз өнерлі ана, шебер әке, еңбекқор бала атты байқауға қатысып отырмыз. Мен үшін бұл жай ғана бейнеролик емес. Бұл қызымды еңбекке баулудың бір сәті. Алдымен мен гүлдер мен жапырақтарды қиып дайындадым. Қызым жанымда отырып, менің әр қимылымды бақылап, өзі де еңбекке араласты. Мен қызымның кішкентай қолынан ұстап отырып, оған тек қиып жабыстыруды емес, шыдамдылықты, ұқыптылықты, еңбекті үйреткім келеді. Өйткені өнер ананың мейірімнен басталады, ал еңбек баланың қолынан қалыптасады. Бұл біз үшін Ана мен бала арасындағы уақыт. Бұл бірге күлу, бірге үйрену, бірге жасау. Мен оған еңбектің қадірін сезіндіргім келеді. Біз бірге алма ағашын жасадық. Алма ағашы береке мен бірліктің белгісі. Ағаштың әр бұтасы отбасы, ал әр гүлі үміт. Еңбек баланың бойында кішкентай кезінен қалыптасады. Қызым гүлдерді ағашқа орналастырып жатқанда, оның көзінен қызығушылық пен жауапкершілікті көрдім. Сол сәтте мен жүрегімнен шыққан әнді айтып отырдым. Алма ағаштың гүліндей ау, текеметтің түріндей ау, өтіп дәурен бара жатыр, сіз бен бізге бүлінбей ау. Содан кейін біз ұлттық ою-өрнектерді қостық. Қошқар мүйіз молшылықтың белгісі, қарлығаш татулықтың нышаны, қыран қанаты биік арман мен еркіндіктің символы, ал бәйшешек тазалық пен жаңарудың белгісі. Уақыт өтеді, бірақ ана берген тәрбие мәңгі қалады. Сондықтан дана халқымыз ана көрген тон пішер деп бекер айтпаған. Бала анасына қарап өседі. Ана еңбектенсе, бала да еңбекқор болады. Ана өнерлі болса, бала да өнерге жақын болады. Менің мақсатым қызымды еңбекқор, ұлтжанды тәрбиелі етіп өсіру. Өйткені еңбекке баулу болашаққа жол ашу.